Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазұлы. Бүгінгі қашықтықтан өткізу сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаяу жүру туризмі бойынша туристік слеттердің мақсаттары мен міндеттері. Сабақтың мақсаты жаяу жүру туризмі бойынша туристік слеттердің мақсаттары мен міндеттерін анықтау. Сабақтың барысы жаяу жүру туризмі бойынша туристік слеттердің мақсаттары мен міндеттері. Слетті өткізу уақыты мен орны. Слетке кімдер қатыса алады? Слетке қатысу үшін қандай құжаттар қажет? Нәтижелерді анықтау және марапаттау. Жаяу жүру туризмі бойынша туристік слеттердің өткізілу мақсаты. Слет оқушыларды салауатты өмір салтын ұстануға, жауынгерлік және еңбек дәстүрлеріне тәрбиелеу, туризмді одан әрі дамыту мақсатында өткізіледі. Слеттің міндеттері: туризмді насихаттау, жұмыс тәжірибесімен алмасу, туристердің жорықтарға физикалық, техникалық және тактикалық дайындық деңгейін тексеру және арттыру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдерін пысықтау, туристік жарыстарды танымал ету және мықты командаларды анықтау. Өткізу уақыты мен орны. Слетті өткізу уақыты мен орны алдын ала белгіленеді. Мысалы, 2021 жылдың 26-29 мамыр аралығы. Командалардың келу уақыты 26 мамыр жексенбі сағат 15:00-ге дейін. Ұйымдастыру және басшылық. Слетті ұйымдастыруды және дайындауды ұйымдастыру комитеті басқарады. Слетті тікелей өткізу ұйымдастыру комитеті ұжымының кеңесі бекіткен төрешілер алқасына жүктеледі. Слетке қатысушылар. Слетке 5-10 сынып аралығындағы оқушылардан құралған командалар қатысады. Команда құрамы 8 адам, 2 жетекші, 4 ер бала, 2 қыз бала. Командалардың бірыңғай спорттық формасы болуы керек. Слет бағдарламасы. Слет бағдарламасына мыналар енгізіледі. 1 сынып дистанциясында жаяу жүру бойынша жарыстар және конкурстық бағдарлама 27 және 28 мамырда өткізіледі. Командалардың келуі 26 мамыр, слеттің ашылуы 27 мамыр сағат 9:00-де. Слеттің жабылуы 29 мамыр сағат 16:00-де. Жарыстың басталу уақыты слетте жарияланады. Барлық жарыстар сынақ болып табылады. Жарыс команданың келесі элементтерден тұратын кедергілер жолағынан өтуінен тұрады. Мысалы, аспалы өткелден өту, жумарды қолданып көтерілу, тербелмелі бөрене бойымен жүру, батпақтан өту, зардап шегушіні тасу, шатыр құру, азимут бойынша жүру. Слет бағдарламасында мынадай сайыстар өткізу көзделген: туризмді насихаттау, бивакты дұрыс ұйымдастыру, тамақ дайындау, фотосуреттер және ән орындаушылар сайысы. Туризмді насихаттау сайысы. Конкурсқа туризмді насихаттау бойынша өткен жылы жүргізілген жұмысты көрсететін материалдар, Фейсбукқа жарияланған посттар, газеттер мен журналдардан алынған мақалалар мен жазбалар, стендтердің фотосуреттері, өткізілген туристік кештер, баяндамалар, YouTube әлеуметтік желісіне жүктелген слайдтар мен бейне роликтер, қысқаша аннотациялар, плакаттар, эмблемалар ұсынылады. Бивак немесе туристік тұрмыс сайысы. Конкурс бүкіл слет бойынша өткізіледі. Бивакты бөлудің техникалық сапасы, ошақтың және басқа да құрылғылардың құрылысы, санитарлық жағдайы, табиғатты қорғауға қатынасы, идеялық және эстетикалық безендірілуі, слет іс-шараларына белсенді қатынасы бағаланады. Фотосурет сайысы.
Конкурсқа команда туристік тақырыптағы 5 фотосуреттен артық емес, көлемі 18-24 сантиметрден кем емес суреттер қабылданады. Артқы жағында команда, автор, фотосуреттің атауы көрсетіледі. Ән орындау сайысы. Байқауға қатысушылар 2 ән орындауы керек. Біреуі патриоттық, ал екіншісі туристік тақырыпта. Байқауда солистер мен ансамблер өнер көрсете алады. Репертуардың тақырыбы, мәтіні, бірегейлігі, орындау сапасы және музыкалық сүйемелдеу бағаланады. Қаржыландыру. Жорыққа қатысатын командалардың слет өтетін орынға бару қайту жол шығыны, топ жетекшілерінің тамақ шығыны, дала жағдайында тұруға қажетті шатыр, тент, каремат, жатын қап, қазан ошақ, ыдыс-аяқ және тағы басқа керек жарақтармен қамтамасыз ету жіберуші мекеме есебінен жүргізіледі. Слетке қатысушы оқушылардың тамақ шығыны слетті ұйымдастырушы мекеме есебінен беріледі. Қажетті құжаттарды тапсыру тәртібі. Топ жетекшісі слетке қатысу үшін мына құжаттарды тапсыруы тиіс. Слетке қатысушы топтың жіберуші мекеме мөрімен бекітілген бұйрығы және сұранысы. Сұраныста слетке қатысушы оқушылардың аты жөні, туған күні, айы жылы, ата-анасынан қолхат, медбике рұқсаты көрсетіледі. Слетке қатысушы оқушылардың туу туралы куәлігінің түпнұсқасы және көшірмесі, топ жетекшілерінің іс-сапар куәлігі. Топтағы барлық оқушылардың сақтандыру полюсы болуы қажет. Қажетті құжаттар толық болмаған жағдайда команда слетке жіберілмейді. Нәтижелерді анықтау. Слет бойынша кешенді есептегі жалпы командалық орындар бағдарламаның түрлері бойынша алынған ұпайлардың ең аз сомасы бойынша анықталады. Ұпайлар спорттық бағдарлама бойынша 5, конкурстық бағдарлама бойынша 1 коэффициенттерін ескере отырып орналасқан жері бойынша анықталады. Ұпайлар саны тең болған жағдайда спорттық бағдарлама бойынша жоғары орын алған команда артықшылыққа ие болады. Конкурстық жарыстар бойынша жалпы орындар барлық конкурстар бойынша жұмыспен қамтылған орындардың ең аз сомасы бойынша айқындалады. Балдар сомасы тең болған кезде туризмді насихаттау жөніндегі конкурста неғұрлым жоғары орын алған командаға. Ал осы балдар тең болған кезде слеттің қоғамдық іс-шараларында неғұрлым белсенділік көрсеткен командаға артықшылық беріледі. Жеңімпаздарды марапаттау. Слетте жалпы есепте бірінші орын алған команда ауыспалы жүлде, кубокпен және мақтау қағазымен және сыйлықтармен марапатталады. Екінші және үшінші орын алған командаларда тиісінше марапатталады. Спорттық бағдарлама бойынша жеңімпаз, жүлдегер командаларының қатысушылары мен жаттықтырушылары тиісті дәрежедегі алғыс хатпен, командалар мақтау қағазбен марапатталады. Жекелеген конкурстардың жеңімпаздары естелік сыйлықтармен және алғыс хаттармен марапатталады. Конкурстық бағдарламаның жеңімпаз командасы мен жүлдегері мақтау қағаздармен марапатталады.